материалдық байлық, барлығы халық үшін, ел үшін істейін деген үмітте жиналып отырған ел. Мынау халық үні қоғамдық бірлестіктер одағы дегеннің өзі осы мақсатпен құрылған. Біздің халқымыздың аузындағысын да, алдындағысын да алып кетіп жатыр. Аллары қолдау қоғамдық қорымен біз 7-8 ай жұмыс істедік, мына әкімшілікте. Сонда бастарында көрсеңізде жылағың келеді. Билеп алған дүниелер, еврейі бар, орысы бар, казахстасы бар, тек орысша сөйлеп, тіпті әуелі бізге жарқылдап барып келген. Сол арада біз барлық дүниені жинап қойып, айттық. Не қазақша жүргізесің, жүргізбесін қара дегенбіз. Міне ең алғашқы біздің жұмысымыз осыдан басталып, қарасақ, біздің үкіметтік емес ұйымдар, міне қараңыз, 7500 республикада үкіметтік ұйым бар, соның 3000 Алматыда. Сол 3000-нің ішінде 1,5-2% қазақ тіліндегі үкіметтік емес ұйым бар. Оның барлығы жол жағасы емес, көшеден шығарып тастаған, сағалап кірмейді. Біз Алдажар қолдау оны сырттан естіп бар, біз шақырған жоқ, сөйтіп барып кірдік. Міне Аллаға шүкір содан бері қарай біз ұйымдастыра келе қазір 20-дан аса үкіметтік емес ұйымдар біріктік. Бұлар өзі корпорация құрып алды. Жаңағы ұлғай орыс тілділер, қазақша білмейтін орыстар, қазақтар, барлығы. Сөйтіп алдық, оның ішіндегі программасын, қойып отырған мақсаттарын тыңдайтын болсаңыз, не мемлекеттік құндылығымыз бар, не біздің қазақ халқының құндылығына ешбір сәйкес келмейтін кезде. Барлығы жаһандану мен ғаламдану программасымен жұмыс істеді. Жаһандану мен ғаламданудың программасы деген ұлттық құндылықты жою, ұлт ретінде құрту, мемлекетінде осында қойды. Міне Құдайға шүкір, қараңыз, олар ұйымдаса келіп, біз содан кейін сол жаңағыдей жылап еңіректен терлеп, бір 7-8 жетекшілерін жинап, алғаш отырыс жасап, жаңағылерді түсіндіріп, айтын екенін кейін міне қарай көріңіздер. Қазір 20 шақты, 20 бар. Үкіметтік ұйымдар бірігіп, міне халық үні бірлестігін құрып отыр, қоғамдық бірлестік. Сол үкіметтік емес ұйымдардың одағы. Ал қазір жетеуі, соның жетеуі міне. Осы халық үні қоғамдық бірлестіктер одағының құрылтайшысы болды. Әнеу күні әлгі біз зал алып келгендерге чай беріп, сөйтіп жатқанымыз сол жеті жаңа құрылтайшының арқасы. Адам секілді өзі қонағасы беріп, ел қосап сөйлеп сөйтіп. Міне соның кейін біз бірге толықта құрылтай өтісімен екінші аптада билер кеңесін жинастық. Билер кеңесінде осы университеттің мына Өңіралы Қопабаев деген азамат билер кеңесінің бір мүшесі сол кісінің директорының кабинетінде жиналды. Міне сол арада біз жарты жылдан бері үкіметке тіл мәселесі, үш тұғырлы тіл, әліпби мәселесі, осы мәдениет орталығы 4 түрлі проблеманы бүкіл министрге, содан бүкіл 14 әкімнің ағына, әкімдер. Осыған сіздердің қатынастарыңызды, өздерінің жауаптарыңыз жазып бергеніз. Бәрі қатты, әр түрлі жағдайда. Осы қатты келген жауапты 3 баптыға бөліп, біз билер кеңесіне бергенбіз. Сол кезде билер кеңесі деп сайлаған 12 адам болады. 12 адамның біреуін төраға жасағанбыз, Оразалы Сәткен деген азаматты. Ол кісі бүгін ауырып жатыр екен, больницада дейді. Содан 12 адамға 4-4-тен бөлініп алып, ақылдасып отырып, осының анализ синтезін жасап, бүгінгі біздің күн тәртібіміз 3 түрлі мәселе ағайын.
Birinci mesele жаңағы берілген, билерге берілген үш бапкы дүниені бүгін тыңдайсыздар, үшеуі де өздерінің жасап, қорытындылап берген жағдайларын айтады, пікір қосасыздар. Содан кейін осы мәселені бүгін біз үкіметке, президентке, парламентке қандай ұсыныс жібереміз, осыны айқындап жазып, содай үндеу ретінде, газетке жариялайтын үндеу ретінде жаңағы нәрсені, бірінші мәселені осылай қорытындыласақ деп тұрмыз. Осы дұрыс па бірінші мәселе? Екінші мәселе, осы азғаның уақыттың ішінде рахмет, міне, біз жарғы қозғау салмай тұрмыз. Ішімізде халыққа, жұртқа, адам өзімізге, ұлтымызда жұмыс істейін деген азаматтар деген өздері келіп, бізде 15-те тарта мәдени орталық құрылды. Міне қазір сіздерді таныстырамыз. Екінші мәселе. Олар туралы не істеп, не қоятын мәдени орталықтардың. Неге десеңіз, мұнда тағы мынандай мәселеден барып шығып отыр. Қазір еврейлер 190 мыңға доллар беріп, ауылдағы үкіметтік емес ұйымдарды ұйымдастырып жатқан көрінеді. Ұйымдастыру деген аты ертең соны пайдалану. Осы альтернатив ретінде біздің дайын тұрған әр ауданнан, облыс емес ауданнан адамдар табылып, мәдени орталықтар құрылуда. Ертең Алла бұйырса, жаңағы аудандарда барып, жаңағының филиалдарын ашатта халықпен жұмыс істейміз деген үкіметіміз бар. Үшінші мәселе, Аллаға қолдау қоры былтырғы жылы бір грант алған. Осы гранттың төңірегінде өте көп үлкен кездесулер жасадық, ұрпақтарды жерлі. Міне соны ақылдаса отырып, мына биылғы жылы 2008 жылы 1 январдан 30 январға дейін әлеуметтік мәселе жаңа ауылдағы үкіметтік емес ұйымдар, содан кейін мәдениет туралы, содан ғылыми бағдарлама ретінде осы мәселеге біз конкурс жариялағанбыз. Осыған бірталай азаматтар өздерінің еңбектерін жіберді. Біз бір жұмадай күні отырып, осының барлығын оқып, осы лайықтау деген дүниені бірінші, екінші, үшінші номинация бойынша әр номинацияның 3 марапаты бар. Бірінші орын, екінші орын, үшінші орын. Осыны азаматтарымызға қолына ұстатып, өзімізше осы отырысымызда бір марапатты жағдайды жақсы дүние жасайық деген үмітпен отырмыз. Міне осындай 3 түрлі мәселе. Бірінші мәселе бойынша онда дайындалып келген адамдар екеуі келіп отыр. Бірінші сөзді онда біздің заң ғылымдарының докторы, академигіміз Сәкен бауырымызға берейік. Тіл мәселесінде бұл өзі жақсыметті. Екінші, тіл мәселесін жаңағы латын әліпбиі бойынша атыңызмен Сәли, мына Өмірәлі алған. Өмірәлі 2 заңгеріме берді, олар дайындап жатыр көрсеткен. Қазір кішкене өз пікірін айтып шығады Сәкенмен.